Өйткені эфиріміз 4-те аяқталды. 4-ке дейін бірде-бір қоңырау түспеді сенің тарапынан редакцияға, қатысушыларға. Әйтеуір, біз қайдан білдік Даринаның аман сау екенін Инстаграм желісінде сторис салды. Мен кофе ішіп жатырмын деп. Содан кейін, Дарина аман екен ғой, тірі екен ғой дедік. Диана ханым, телефон беззвучный болды. Тұрған жоқпын, телефон естіген жоқпын. А так обычно бесінде таңертең всегда вовремя келем, кешікпеймін. Ал Рома? Рома туралы мен білмеймін, потому что... Өзінен сұрайық Ромадан. Бір ауыз жайық сияқты ескертсеңіздер. Мен ауырып жатырмын, келе алмаймын. Саламатсыз ба, Диана ханым, кешірім сұраймын, солай жауапкершілігі жоқ адам сияқты сіздерге хабарласпағаныма, өйткені себептер болды, келе алмағаныма. Соны шын жүректен кешірім сұраймын. Енді ондай қайталанбайды. Біз де сондай сенімдеміз, үміттеміз. Енді басқа да қатысушылар бұндай қылыққа, әрекетке жол бермес екен дейміз. Өйткені бәрібір тікелей эфир болғаннан кейін бұл үлкен жауапкершілік. Қайта кешірім сұрап отырғандарыңа рахмет, осылай қайталанбай деп жатқандарыңа үлкен рахмет. Енді эфирімізді бастаймыз деп айтайық, және кіммен бастаймыз? Әсемнен бастайық па?